Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен испанский чизкейктің рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін алдымен творожный сырымыз бен шекерімізді миксердің жай жылдамдығымен араластырамыз. Қатты жылдамдықпен араластырудың қажеті жоқ. Енді үстіне лимон шырынын құйып, тағы бір миксерлеп аламыз. Енді жұмыртқаларымызды жеке-жеке қосып миксерлейміз. Бұл жерде де айта кететін жағдай, барлық ингредиенттер бөлме температурасында болу қажет. Енді сливкиімізді жай-жай құя отырып миксерлейміз. Бірден құюға болмайды. Ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ, және тек төменгі жылдамдықпен ғана араластырамыз. Енді кукурузный крахмалымызды қосып бір миксерлейміз. Крахмал болмаса, онымен алмастыруға болады, бірақ крахмал болғаны жөн. Чизкейкті осындай диаметр 18 формада пісіреміз. Алдын ала қыздырылған 220 градус пеште 40-45 минутқа қоямыз. Міне чизкейкіміз пісіп шықты. Беті өстіп күйіп піседі, бірақ ол қалыпты. Енді суғаннан кейін ғана шешеміз. Чизкейкіміз дайын. Менде жеміс-жидек болмағандықтан осылай сахарный пудрамен әсемдедім. Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.